тренд линиямен сызып аламыз. Иә, тренд сызып алдық, бірақ оны ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Егер біз трендті дальше автоматом сызғымыз келетін болса, мен мысалы мына жерден бастап былай қарай қазіргі бағаға дейін сызғым келсе, мен мына регрессионный тренд деп тұр ғой, кешегі сабақта көрсеткен. Осы трендті аламын да, мына жерге бірінші біреуін қоям, бір басын қойдым. Екінші басын бүйтіп ақыры тартсам, өзім мына бағаның соңына дейін барады, болды, ары қарай жүрмейді. Көрдіңіздер ма? Осы жерге дейін тастай салам. Значит, бізге тренд сызып беріп тұр. Я? Енді осы жерде мен мына луч дегенді алам. Просто луч, горизонтальный луч емес, просто луч. Біз алған инструментті алам да. Мына басына бірінші біреуін қоям, ұшына, и мынаны екінші ұшын мына жаққа осы линияның бойымен қоям. Тағы лучты алам, мына басына біреуін қоям, мына жерге біреуін қойдым мінекей, я? Көктің бойына. Мына көк маған мешать етеді, регрессионный тренд. Ортасын үзік-үзік сызықтың үстіне барсақ, ол ұсталынады. Сосын удалить деген кнопканы басып, удалить етіп жіберем мінекей. Мынаны удалить етіп жіберем. Көрдіңіздер ғой, сонда менде тренд линия не істелді? Сызылды. Енді мен мына трендімді сызғым кеп тұр. Ол үшін тағыдан не істеймін? Регрессионный тренд алам, мына жерден бастаймын, мына жаққа дейін тарта салам мінекей. Менде шорт лонгты беріп тұр. Түсініңіздер ғой? Я, мен мына бұрынғы сызғандарымды могу удалить, и мына жерден лучты алып келем, тағыдан не істеймін? Мына астына қоям сол кезде, я? И мына жаққа қарай жалғастыратын нені қоям. Ол шексіз кете береді мынау ұшы ары қарай лучтың. Енді мынаны аламда ортасын тағы не істеймін? Удалю. Вот көрдіңіздер ма? Енді мынандай ренждерді қолмен сыза саласыздар. Көзге көрініп тұр ғой оны. Өстіп үйден сызып не істеп келесіздер. Енді қараңыздар, бұның барлығын өшіріп, мен мысалы бүгінгі күнді алып алайын. Соңғы күнді мына соңғы ден дегенге барайын. Ден дегенге барып, былайнан ашып, осы соңғы күнде бізде шортта болыпты. Қаншама күннен бері шортта келе жатыр, я, тренд. Осы бір күндік трендті сызайыншы десем, мен мынаны алып аламын да, мына жерге вертикальный линияны қоямын. Сосын бір сағаттыққа барам. Бір сағаттыққа барып, мына жерде сағат 1-ді көрсетіп тұр. Бізде рынок қаншада ашылады? 3-те ашылады. 3-ке апарам. 3-ке апардым. Қойып алдым. Енді осы жерден бастап соңғы күннің трендін көргім келсе, мен бүйтіп тұрамда мына жерден тарта салам. Көрдіңіздер ма? Тарта салдым, манеки. Тарта салдым. Енді мынаны также горизонтальный лучта аламын да, ең бірінші рынок ашылғанда жасайтын жұмысымыз ол трендті не істеу? Анықтау. Трендті анықтау. Өстіп сызып алам мінеки. Аны басамда, мынаны удалить етем. Мынаны басып удалить етем. Яғни соңғы жұма күні бізде тренд шортта болған екен. Ол трендтің позициясы бойынша қарасақ тренд линияның несінде тұр? Үстінде тұр. Түсіндіңіздер ме? Ол қайда құлауы мүмкін? Мына жерге дейін құлауы мүмкін, 48-ге дейін. Біздің бағанағы 48 дегеніміз астынан сызған линияның үсті еді. 42-48, помните? Мен айтып жатырмын ғой, ол тренд может астынан да кету мүмкін, немесе үстіне кету мүмкін. Түсінесіздер ғой? Бір күндікін алатын болсақ, бір күндің трендінде бізде қайда тұр екен? Тренд линияның үстінде тұр. Значит, ол құласа қай жерге дейін құлайды? 48-ге дейін құлайды. Көрдіңіздер ме? 42-ге дейін өтірік пробой болып, бүйтіп қайту мүмкін ол. Бағана ана ең астындағы. Енді өстіп тренд линияны анықтап алғаннан кейін, бірақ мына жерде повод көріп тұрған жоқпын. Сол себептен де 30 минуттыққа қоям. Міне тіреліп тұр 30 минуттықта. Көрдіңіздер ма? Тіреліп тұр. 15 минуттыққа қойып қарайық. 15 минуттықта да мына жерде тіреліп тұр. Еще бізден үстіне қандай звезда шыққан? Вечерний звезда шыққан мына жерде. Значит, бағаны не істеген? Мына жерде де шыққан, құлатқысы келген, құлата алмай жатыр. Көрдіңіздер ма? Мына жерде де бекер шықпаған, бағаға құлатқысы келіп тұр. Мына бағаға дейін 47-48 деген. Мінекей, мына жерге ол енді резко бүйтіп құламайды, мына жерге дейін құлайды примерно. Өйткені ол құласа қалай құлайды? Мына жерден басталды ма? Бүйтіп, былай, примерно былайнан құлайды ғой ол. Яғни 41-42-ге дейін құлайды. Көрдіңіздер ма? Құласа. Түсіндіңіздер ма? Енді бұл құлайды осы жерге дейін. Көтерілсе де ол былайнан
былайынан, яғни импульспен көтеріліп, коррекциямен құлап, импульспен көтеріледі ол. Түсініңіздер ғой? Яғни осылай құлайды. Я? Үйден бейтеміз. Бір күнге қоямыз, тренд сызамыз. Тапсырма, я? Бір күнге қоямыз, тренд сызамыз. Дәл менікіндей запись түсіріп жатырмын. Тренд сызамыз. Одан кейін мынаның бәрін удалить етеміз да, дневканың трендін сызамыз. Дневка, daily time frame деп айтады. Дневка, яғни daily time frame'нің соңғы примерно бір айдың трендін сызыңыздар. Мысалы, мына жерден алып, мына жерге қояйын. Мінекей. Кішкене лонг беріп тұр, мынада көрдіңіздер ма? Яғни бағаның ары қарай өсетіндігін білдіріп тұр. Өстіп сызасыздар. Одан кейін 1 сағаттыққа барасыздар, тоже сызасыздар 1 сағаттықпенші. 1 сағаттыққа барған кезде кәдімгідей шортқа да, даунтренд, аптренд, консолидация артқы өміріне таба беріңіздер. Больше практики, больше знания, түсініңіздер ма? Өздеріңіз білесіздер. Трендті анықтай беріңіздер. Мысалы, мына жерден тұрамында, мен аламында, мына жерден тұрамында 1 сағаттықта не істеймін? Мынау свечаны көріп тұрмын, я, мен примерно. И мен тұрамында мынаумен ойнай берем. Мына жерге дейін лонг болған екен. И мына тренд линиямен де белгілеп алсаңыздар болады неке. Көрдіңіздер ғой? Бүйтіп, я? Өстіп, мына тренд линиямен бүйтіп белгілеп аласыздар. Бүйтіп дірілдеп сызып отпайсыз сол кезде. Мынаның аласында не істейміз? Удалить ете салам, міне. Көрдіңіздер ма? И мына жерден тұрамда, мына жерде шорт болған сияқты деп бүйтіп тарта салам, мына дейін шорт. Тағы тренд линиямен сызып алам. Мына жерді алам, міне. Мына жерден бастағым келсе, мына жаққа дейін сызам, мінеки. Мына жерге дейін. Лонг, көрдіңіздер ма? Мына жерден бастағым келсе, мына жерден бастағым келсе, мына жерге дейін сызып салам, лонг. Көрдіңіздер ғой? Мына жер рейндж, көрдіңіздер ма? Мына рейнджді да сызып береді ол. Мына екі ортаны рейндж деп көріп тұрсыз ба? Міне сызып береді, көрдіңіздер ма? Тренд линияны алып, мына жерге қоя саласыздар, болды. Или даже осылай жібере салыңыздар. Мына жерден аламда регрессионный трендті мына жақтан мына жаққа дейін тарта салам, мына рейнджге дейін. Не беріп тұр? Қандай тренд? Даун тренд. Мына жерден аламында, мына жерден аламында регрессионный трендті. Мына жерге дейін тарта салам. Нені беріп тұр? Ап тренд. Міне, қиын ба? Қиын емес. Мен бүгін берген тапсырманың істеген нәрселеріміздің